Баршаңызға сәлем, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздермен шоколадты рулет дайындайтын болуымыз қажет. Ол бізде шоколадный взбитый ганаш болады. Ең алдымен шоколадты өлшеп аламыз. Таразыға 250 грамм шоколадты және 250 грамм сливкиді өлшеп аламыз. Осы массаны микротолқынды пеште қыздырып аламыз. Шоколадымыз видеода көрсеткендей еріп толықтай астына түсуі қажет. Содан кейін блендермен осылай араластырып аламыз. Және тағы да үстіне 200 грамм сливкиді құйып, тағы да блендермен араластырып. Бетін пленкамен жауып, 8 сағатқа ганашты тоңазғышқа қоямыз. 8 сағат өткен соң рулетіміздің бисквитін жасаймыз. Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып алу керек. Үлкенірек ыдысқа ұнды, қопсытқышты, какаоны, крахмалды араластырып аламыз. Жұмыртқаға шым-шым тұз салып, воздушный пенаға дейін араластыруымыз қажет. Қантын 3-4-ке бөліп саламыз. Мінекей воздушный болып көтерілді, оны мен үлкен ыдысқа құйып аламын. Массаны астынан үстіне қарай көтеріп араластырамыз. Жартылай араластырғаннан кейін үстінен үй температурасындағы жылы сүтті құямыз. Егер сүтіңіз салқын болса, микротолқынды пеште жылытып аламыз. Бізде осындай көпіршік әдемі қамыр шықты. Массаны противенге аударып аламыз. Массаны пергаменттің бетіне, яғни противеннің бетіне толықтай жаймалап шығамыз. Бисквитті алдын ала қызып тұрған пеште 150 градуста асты-үсті қосулы конвекция режимінде 15 минутта пісіреміз. Міне бисквитіміз осылай болып пісіп шықты. Противеннен түсіріп аламыз. Сол арада бетіне пергамент қағазын төсеп, орап қоямыз. Және сол оралған күйінде суытамыз. Бисквит суды екінші пергаментті алып тастаймыз. Құрметті көрермендер, менің каналымнан осындай рецепттерді жоғалтып алмау үшін каналыма жазылып қойыңыз. Қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Таңертең дайындаған ганаш осындай қою болуы керек. Ганашты орташа скоростьта миксерлеп аламыз. Осындай қою крем болуы қажет. Жаңағы кремді бисквитке жақсылап жағып шығамыз. Рулетті ақырындап ептеп орап шығамыз. Рулетім шамамен дайын болды. Оны осы күйінде бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Салмас бұрын басқа иістерді өзіне сіңіріп алмас үшін мен пленкаға орап қойдым. Бір түн өткеннен кейін бетіне глазур жасайтын боламыз. Шоколадқа сливкиді құйып, микротолқынды пеште ерітіп алдым. Ол үшін 30 секундқа қоясыз, араластырып, ерімесе тағы 30 секундқа қойып, араластыра отырып ертесіз. Бетіне шоколадты глазурымызды жағып, 1-2 сағатқа тоңазғышқа қоямыз. Мінекей біздің көптен күткен рулетіміз дайын болды. Енді осыны әдемілеп кесіп, әр кескен сайын пышақты ыстық суға жуып отырасыз.
Баршаңызға көп рахмет дегім келеді. Каналыма жазылып, қолдап отырғаныңызға алғысым шексіз. Мен сіздерді жақсы көремін. Келесі видеода көріскенше күн жақсы болсын.